144 миллиард ақша ұрлаған адамды кешіріп жатыр ғой, рақымшылық жасап жатыр ғой. Біздің өкімет молодец. Әбіләзов кетті баяғыда пәленбай миллиард. Самат кетті, самолетпен алтын алып. Сатып алды анау жердің жарысын, Қазақстан жарысын сатып алып ол кетті. Сондай кісілерге бұлардың рақымдары түсіп қала салады ғой. Мейірімді болып қалады да жаңағыдай ше. Халыққа келген кезде қатып қалады ғой жаңағы, қатайып. Штрафқа түссең 7 күн өтелетеді, болмаса сот орындаушысына беріп, желкеңнен суырып, жерге көміп тұрып алады, ақшаны алады да. Бір айсып тапсыра салайын деп, бір нақсаң, үйіңде бір сиырың бар, сенің тауығың бар екен, доходың жетеді, 85 мың айлығың бар еще деп шығады ғой. Өткенде бір әйел тапсырған ғой неге жаңағы айсыпқа, сөйтсе 120 теңге түскен ғой. Ана әйел сұраған ғой, тұндан не болды бұл деп. Есік алдыңа картошка әкелсін, доходың асып кеткен сенің деген ғой.